Саламатсыздар ма балалар? 2 сынып қазақ тілі 27 сабақ. Сабақтың тақырыбы дауыссыз к мен к. Бүгінгі сабақта к және г әріптерінің емлесін сақтап жазатын боламыз, және мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қоямыз. Каналдан 2, 3, 4 сыныптың математика және қазақ тілі пәндерінің үй жұмыстарын көріп орындай аласыздар. 36 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Достық ұлы туымыз. Дос бауыр көп, тосқауыл жоқ. Айқара ашық есігі, ұлы таным, гүл таным. Тыныштықтың бесігі. Тілегі бір, жүрегі бір. Достармен біз біргеміз. Туыс барда, құрыштан да берік біздің іргеміз. Енді осы 36 жаттығу бізге берілген өлең бойынша әрғай тапсырмаларды орындайық. Өлең не туралы дейді. Бұл жерде өлең достық, татулық, бірлік және бейбіт өмір туралы. Ақын адамдардың өзара сыйластықта, ынтымақта өмір сүруінің маңыздылығын айтады. Екінші, өлеңдегі негізгі ойды анықта. Бұл жердегі өлеңнің негізгі ойы ол бірлік пен достық, ел тірегі, жүрегі бір, тілегі ортақ ел ешқашан бөлінбейді және берік болады. Енді үшіншісі, қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Бұл сөздерде қандай дыбыс өзгеріске ұшыраған, оның себебін түсіндір дейді. Есік, бесік, тілек, жүрек сөздері қарамен жазылған. Есік сөзі есігі, бесік, бесігі, тілек, тілегі, жүрек, жүрегі болып ауысқан, яғни үндестік заңына байланысты. Себебі есік сөзінде к-дан кейін, дауыссыз дыбыстан кейін дауысты дыбыс болып тұр. Сол себепті үндестік заңына ұшырайды. Яғни к әріпі г әріпіне ауысады екен. 37 жаттығу. Көп нүктенің орнына к, г әріптерінің тиістісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Халқымыздың сенімі, жақсылардың сері г. Күрестерде шыныққан ағаларға мен іні. Яғни серігі деген сері деп тұр ғой, сол жерге г әріпін қоямыз, серігі болады. Одан кейін сөзде күрестерде к әріпін қоятын боламыз. Осы өлең бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. К, г дыбыстары туралы білетініңді еске түсір. Өлеңде серік сөзі қандай өзгеріске ұшырағанын айт. К мен г қатаң және ұяң дауыссыз дыбыстар. Жазуда немесе сөз түрленгенде бір-біріне ауысып отыруы мүмкін. Серік сөзі серігі түрінде тұр. Бұл жерде к, г болып өзгерген. Себебі сөз жіңішке дауысты дыбыстан кейін жіктік жалғауын қабылдап, үндестік заңына бағынған. Тура осылай көшіріп жазамыз балалар. 38 жаттығу. Сөздерді топтастырып жаз. Бүршік, көлігі, жиек, тірлігі, еңбегі, кірпік, үйрегі, киік, тілек, үйрегі, көйлегі, түлек сөздері берілген. Топтастырып жазған кезде бүршік, жиек, кірпік, киік, тілек, түлек сөздері бөлек жазылады. Себебі бұлар к әріпімен аяқталып тұр. Ал енді г әріпі қатысқан сөздер: көлігі, тірлігі, еңбегі, бүйрегі, үйрегі және көйлегі. 39 жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Бос тор көздерге тиісті әріптерді қойып, шыққан мақалды оқы дейді. Бізге бірінші сөздер берілген, сол сөздердегі фигура немесе смайлик тұр. Осылардың барлығын орын-орнына қойып, бізде мақал шығу керек. Сонда бізде шыққан мақал бірлік болмай, тірлік болмас. Келесі бізде осы 39 жаттығу бойынша тапсырмалар берілген екен. К дыбысынан аяқталған сөздерге дыбысын қосып оқы дейді. Және сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. К дыбысы бірлік сөзі және тірлік сөзі бар. Бірлік бірлігі, тірлік тірлігі болады. Енді сөйлемдер: бірінші, бірлік бар жерде тірлік бар. Екінші, тірлік ету үшін халықтың арасында бірлік болуы керек. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.